Саламатсыздар ма? Бүгін біз сосиска тесті жасаймыз. Ол үшін бізге үй температурасындағы сүт, сары май, бір жұмыртқа, разрыхитель бір қасық, 3 қасық көз мөлшерімен секер, жарты қасық тұз, бір қасықтай дрожж саламыз. Оларды бәрін жақсылап араластырып аламыз. Дайындалып тұрған ситадан өткізген ұнымызды алып, үстіне жаймендеп қосып, жақсылап иіғанғанша қамыр илейміз. Жақсылап иіғанғанша қамыр илеп, дайындап қоямыз. Оны пакетке салып, үстінен майлықпен орап, жылы жерге қойып қоямыз жарты сағат 40 минуттарға. Осындай болып біздің тестіміз болды. Осындай болды. Енді жақсылап оны қолымызбен тағы да илеп аламыз. Сосисканы дайындап аламыз. Кусоктарға бөліп көз мөлшерімен істедім. Бұнда қыздар көз мөлшерімен дайындап қойдым. Менен осы сосискіден 14-15 штук шықты. Осылай бәрін көз мөлшерімен дайындап, домалақтап, үстінен майлық жауып қоямыз. Мен сосиска кішкене шикі болған соң балдардың ішін ауыртатын болар деп майға қуырып алам постоянно. Кішкене майға қуырып алса іші піседі ғой депті. Осылай кішкене бір майға салып алып қуырып алдым. Сосын ары қарай дайын тұрған тестамызды оқтаумен кішкене ұн сеуіп илеп жайып жібереміз да. Осылай пышақпен кесіп әсемдік үшін өзіңіз білесіз, осылай істесеңіз де болады, істемесеңіз де болады. Мен осылай істеген ұнайды балдарға, жегенге де әдемі болып тұрады. Осылай бәрін жайып саламыз. Осылай 200 градуста пешті қыздырып қоямыз. Дайындап табаға салып, бетіне мен сүт қостым, тек жұмыртқа қосқан жоқпын. Сүтпен әдемі қызарып піседі. Өзіме сүт қосқан ыңғайлы, өздеріңіз білесіз, жұмыртқа қосып істесеңіз де болады. Үстіне осылай макты сеуіп жібердік. Пешке салып жібереміз. 200 градуста 30-35 минутта пісіп шығады. Міне осындай болып пісіп шықты. Осы видеом ұнаса лайк басып, комментарий жазып, қолдап кетіңіздер. Рахмет көргендеріңізге.